Балдар алдыңғы мини конкурс ұтқан осы, яғни Сако Ташеров деген бала, короче, маған ВК-дан жаз, мен саған өзімнің койнымды қазір беретін боламын. Гаути. Достар, осы видеода дәл осындай сол баяғы мини конкурс болады. Шарттар, достар, осы видеоға 2 аккаунтпен лайк басу керексіздер. Және астына никтарыңызды қалдырып кетесіздер, сосын фит жүйесін ашасыздар. Және фит жүйесін ашып білмесеңіз ютубтан біліп көріп алыңыздар. Спонсоркаға міндетті тіркелесіздер. Және давайте видеоға кеттіңіздер, қатып кетіңіздер, барлықтарыңыз сәттілік. Достар, егер сендерге өте кереметтей сапалы түрде интролар және өте кереметтей интролар керек болса, осы балаға жазыңыздар. Бұл бала 2D, 3D интроларды вообще жын жасайды, бағасы менен барсаңыздар сіздерге скидка жасайды, сондықтан алып кетіңіздер. Біз видеоға кеттік, достар, ссылкасы описаниеда. Мынау кім вообще? Мына балапанчик па? Мынау қатты ойбай, біреуді қатты ұрып жатыр, адан қара. Қоймайды мынауын. Мынау кім вообще? Ой, мынау Санджик балапанчик екен ғой. Мынау деген жынды канал ғой. Тез тіркеліңдер, ёпта барлығын жүгіріңдер деп подписаться кнопкасын басып кетейік та. Бой арнасы вообще жын. Привилар почный, сочный, пучи, кучный, ночный говно. Ё-моё. Балдар неге актив жоқ мынау? Давай тіркеліп кетіңдер. Бол тез тіркелеміз. Біз видеоға кеттік, балдар, гаути. Хей, МКПСР қауым, сіздермен бірге мен Онтик. Достар, енді бүгінгі видеода яғни мен сіздерге өте керемет өзімнің ресурспагымды сілтететін боламын. Достар, енді осы видеоға яғни 130 лайк жиналатын болса, мен сіздерге өз ресурспагымды описанияда және де яғни комментарияда сілтететін боладым. Сондықтан достар, осы видеоға міндетті лайктарыңызды басып, арнама қолдап, тіркеліп, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Ал достар, енді осы видеоны кайфой көре беріңіздер, шай тамақтарыңызды алып, алдарыңызға алып, менің осы видеомды көріп отырсаңыздар болады. Ал сіздермен болған Онтик, видеоны көре беріңіздер. Давайте видеоға кеттік. Достар, міне біздің өте кереметтей каткамыз басталды. Достар, енді бүгін мен сіздерге яғни өзімнің ресурспагыма яғни шоу жасап жатырмын. Достар, енді міне мынау менің яғни блогым. Өте әдемі, көріңіздер. Мынау менің палкам, яғни мен өзім палкамды осы қыл дедім, яғни істейтін адамға. Достар, бұны жасаған, яғни Эльдар деген бала, яғни Буч, арнасы Буч. Балдар, бұл бала өте әдемі жасайды, респакты алып кетсеңіздер болады, сатып алсаңыздар болады. Небәрі 200 теңгеге сіздерге дәл осындай респакты сіз еш қайдан таба алмайсыз, тек қана осы Буч деген баладан таба аласыз. Енді достар, бұл ресурспактың FPS ресурспак, яғни пупаға арналған, барлығына арналған, палкасын қарасаңыздар, мен мечі деген мына өрді бүйтіп кетіп өтіп достар, көрдіңіздер ма? Өте керемет, яғни өте әдемі ресурспак. Мен өзім осындай ресурспактарды өте қатты прям қатты ұнатам. Такой, блин, ты чё, ты кто вообще? Гоните деймін. Короче, балдар, мына палкасын қарасаңыздар, просто әдемі. Балдар, мынаны 14-ші версияға да келетіні бар, бірақ менің қазір бұлмен әлі ойнап жатқан жоқпын 14-пен. Егер 14 ойнайтын, яғни 14 ойнайтын балдар, сендерге осы ресурспакпен де ойнай беріңдер. Бұның аспаны просто, балдар, просто бомба аспаны мен көрдім, яғни өте әдемі, Балдар, бұны сіздер небәрі 200 теңгеге сатып ала аласыздар, яғни Буч деген баладан. Өте әдемі жасайды, Советую просто, балдар, советую. Вообще жын жасайды бұл бала. Қазір мен сіздерге яғни барлық заттарын көрсетемін, міне так. Сіздерге қазір мынаны сатып алайық, Мынау айнегі, яғни балдар, мына қараңыздар, айнегі вообще әппақ түсті, өте сапалы істелген. Достар, мен тағы да ресурспак жасатып жатырмын, яғни мына ресурспак сіздерге ұнамай қалса, кейбіреулеріне ұнамаса, мен тағы да керемет ресурспак жасатып жатырмын, балдар. Ол ресурспак енді, аспанда әдемі, яғни көгілдір сондай қылып жасап жатырмын, аспанымен қоса жасатқызып жатырмын. Яғни мен өзім бронтутпен ойнамасам да, яғни подписчиктарым ойнайды, яғни подписчиктарыма деп,
яғни сіздер үшін осындай респак жасатып жатырмын. Иә, мынау кішкене шейдерге ұқсайды, көрдіңіздер? Иә, шейдерге ұқсайды кішкене. Өте әдемі жасайды ана бала, яғни буч. Иә достар, енді осындай респактар алам десеңіздер, сол бала описанияға қоятын шығармын. Айтпаса бұл реклама емес екен ғой. Иә. Короче, балдар, так қазір мен аны бүйтіп салам и екінші каткаға просто тарткізіп баратын боламыз. Ағандар атады қазір. Ё-моё, бала, көрдіңдер ма? Короче, балдар, біз екінші каткаға кеттік. Яу достар, міне біздің өте кереметті екінші каткамыз басталды. Достар, енді мен сіздерге бұл респакты, яғни мен сендерге кем дегенде, яғни 130 лайкқа беремін. Достар, енді маған актив көрсетіп, осы видеоға лайк басып, барынша лайктарыңызды басып көріп кетсеңіздер болады, балдар. Достар, так, мына пацанға барамыз. Достар, мен сіздерге бірінші рет болса да озвучкасыз видео түсіріп отырмын, балдар. Ё-моё, what the fuck. Достар, сондықтан лайк қайда? Озвучкасыз видео түсіріп отырмын сендерге. Так, на пацан. Охо. Короче, балдар, осы видеоға минутта лайктарыңызды басып, мені қолдаңыздар, балдар. Так. Достар, енді мини конкурсқа қатысып кетеміз. Я призы 10.000 коин. Ол үшін, достар, білесіздер шарттарды. Менің осы видеома 2 аккаунтта лайк басасыздар. 2 аккаунтпен, кем дегенде 2 аккаунтпен лайк басу керексіздер. Міндетті түрде басасыздар, балдар. Сосын фит жүйесін ашу керексіңдер. Фит жүйесі деген кімге тіркелген, кімге тіркелмеген, сол туралы білу. Иә, сол туралы білу. Опа. Яу достар, общем, біз деген осымен сендерге видео аяқталды. Видео ұнаса міндетті түрде лайк басып, қолдап, менің осы видеома лайк басып, 130 лайктан келесі видео шығады, сондықтан лайк басып қолдаңдар. Давайте, пока.